Көкорай шалған белден, құбыла соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ер үшін туған ерден айналайын. Қазақта сүндет той, ежелден міндет қой, мұсылман болғаны шын құрмет қой. Дәстүрін сақтаған, мәңгәрін сатпаған, қазағым жасай бер, ол сүндет той. Елдің қамын ойлайтын ер келеді, батыр болып ел үшін тер төгеді. Мұсылман боп ат ұстар сүндеттелді, ақ батасын қол жайып ел береді. Қазақта сүндет той, ежелден міндет қой, мұсылман болғаны шын құрмет қой. Дәстүрін сақтаған, мәңгәрін сатпаған, қазағым жасай бер, ұл сүндет той. Ел қолдаса ер жүрек таққа мінер, өсиетті бойында сақтап жүрер. Қазақ деген ұл елдің батыры бол, найзаменен жау келсе атқа мінер. Қазақта сүндет той, ежелден міндет қой, мұсылман болғаны шын құрмет қой. Дәстүрін сақтаған, мәңгәрін сатпаған, қазағым жасай бер, ұл сүндет той. Қазақта сүндет той, ежелден міндет қой, мұсылман болғаны шын құрмет қой. Дәстүрін сақтаған, мәңгәрін сатпаған, қазағым жасай бер, ұл сүндет той. Қазақта сүндет той, ежелден міндет қой, мұсылман болғаны шын құрмет қой. Дәстүрін сақтаған, мәңгәрін сатпаған, қазағым жасай бер, ұл сүндет той. Қазағым жасай бер, ұл сүндет той. Рахмет, барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Шынында да осы қуанышқа, шаттыққа келгенімізді білдіріп, Найман Балталы елінің төріндегі әділет ұлымыздың азамат болған, жігіт болғаны, сүндеттелгені құтты болсын деп бір құмарын қандырып құттықтап қол соғып қойсаңыздар болады, қадірлі қонақтар. Енді осы босағадан кіргенде басын иіп қоятын мұсылманның баласы ретінде сол дәстүрді алға тартып, қаумалап берген қалың жұрттың алдына шыққандағы алғашқы әңгімеміз сол ассалаумағалейкум алқалы жиында аталы сөз алып жүрген біздің абыз ақсақалдарымызға, саясы мол сымбаты шынардай ағаларымызға, көңіл қиялымды қозғап көзге жылы көрінер жеңгелеріміз, атын атап барғанға тоң етін кесіп беретін құдандалы құдалар, есепсіз қуанып әділдіктен айнып көрмеген бала күннен өскен бауырлар, қайратына ақылы сай барша асыл туған ағайын туысқан жекжаттарға, көршілерге барлықтарыңызға қош келдіңіздер дейміз. Бүгін осы арда алаштың ажары нұрланып, тойшыл жұрттың толығысы гүлдеп, сіздер менен біздерді қасиет шаңырақ, әдемі әулет, соның ішінде Найманнан асыл жараған, Балталыдан тамыр тараған, өсіп өнген, тамырын тереңге жайған керемет әулеттің төрінде қуаныштың куәсі болып жатырмыз, Құдай қаласа. Осы біздің Нұрлан мырзамен Гүлбану ханымның шын сүйіспеншілігінен өмірге келген әділет ұлымыздың азамат болған, жігіт болған, сүндетке отырған қуанышы, тойларымыз құтты болсын деп, қуаныштың иесі, тойдың иесі арнайы Ержан әкеміз бен Забира анамызға той құтты болсын деп тағы да бір қол соғып қойсаңыздар болады, қадірлі қонақтар. Енді құдаларымыз жолда келе жатыр екен, сол келгенше дастарханның басында әдемі ақ тілегімізді
шаңырақтың төрінде жылы лебізімізді осы үлкендерімізден жалғастырғанды жөн санап жатырмыз. Төрден орын алған әулеттің үлкендеріміздің Асқартау аталарымыз бар, аяулы аналарымыз бар, сол Жас Батыр атамыз бар, Қара Батыр аталарымыз бар. Өздеріңізде дастарханға бата болсын, тілек болсын. Жүректеріңіздегі әдемі ақ тілектеріңізді тыңдап қойып, Жас Батыр атамыз, Қара Батыр атамыз төрде ме? Ата, сол жерден төбе көрсетіп, орындарыңыздан көтеріліп. Ассалаумағалейкум. Мынау отырысымыздың меймандары. Мынау Ержан ініміз 60 жасқа толып мерейтойын тойлайын деп жатыр. Мынау немересі сүндетке отырғызып немересін сол сүндет тойында қатар жүргізіп жатыр. Мынау әрқайсыңыздың басыңызда осындай тойлар болсын, осындай отырыстар болсын. Мынау сүндеттелген кішкене баламыз, әділет баламыз үлкен азамат болсын. Осы үлкен ағаларының, аталарының жолын берсін. Бәріңізге осындай жақсылықтар тілейміз. Мынау енді отырысымыз ашық, ішіп жеп отырыңыздар. Мынау бір жаңағы осы тойдың алдында бір осында бір Құран оқытып жіберейін деген екен. Сол ниеті қабыл болсын. Міне, қарап отыр. Қайырлы күн, құрметті құда, жекжат, туыстар, неше келіндер. Бүгін Ержанымыз үйінде Құда қаласа үлкен тойдың алдында қазақта сөз бар ғой, өлі разы болмай, тірі байымайды деген сияқты өз салтты ұстанамыз. Сол кішкене Құран оқытып жіберейін деп басымызды жиып отыр екен. Не дейміз, мынау бүгінгі осы келе жатқан болатын тойдың себепкері мынау баламыз әділет үлкен азамат болып, Құда қаласа ат жалын тартымдері азамат болып сүндеттеліп, Құда қаласа мұсылман болып отыр. Бұрыннан да мұсылман ғой, бірақ енді мұсылмандықтың нағыз несін алып отыр деп есептейміз. Құда қаласа келген қадамдарыңызға гүл өтсін. Сіздер де осындай жақсылыққа, тойларға жете беріңіздер. Құда қаласа ертең тойды аман есен өткізіп, үйлеріңізге аман есен жетіп, сіздер де осындай тойлар көре беріңіздер. Құтты болсын. Рахмет. Тілектеріңіз тәңірге жетсін, Құдай қаласа. Біздің Асқартау аталарымыздың жүрегіндегі әдемі тілегі, батасы. Көкірегі бұлаққа, табанның асы жұмаққа айналған аяулы әжелеріміз бар, апаларымыз бар. Гүлжағар анамыз бар, Ғалия анамыз бар. Осы тапшамда отырау деп біз есептеп. Мынау әрлет немерелерінің мұсылман болғаны құтты болсын. Жасына жас, бастарына бас қосылып, үлкен азамат болып өсе берсін. Дені бастарыңыз сау болсын. Осы отырған барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Ертең Құда қаласа бұдан да үлкен тойларда бас қоса берейік бәріміз. Не дейміз? Жастар бақытты болсын, осы елдің әрдайым шаққа шаңырақтар тола берсін. Бақытты болыңдар. Ержан Сәбира, Ержанына толайын деп жатқан 60-тағы қалайын деп тұрсың ғой, 60 жасың құтты болсын. Немереңнің тойы құтты болсын. Міне алғашқы қарыздарынан құтылып атсыңдар немеренің. Ертең Құдай қаласа тойды аман есен бәріміз бірігіп өткізіп алайық. Көргендерің жақсылық болсын. Осы ұл қыздардың рахатын көре беріңдер. Зәбір екеуің бір жаста қартайыңдар. Рахмет. Айтқан ақ тілектеріңіз түгел ақиқатқа айнала берсін деп тілек айтамыз. Арнайы осы әулетіміздің үлкендері, аталарымыздың, аналарымыздың тілегі. Тағы да ет жақын, ең жақын туысқандардың барлығының дастархан төрінде жүрегіндегі әдемі ақ тілегін тыңдайтын боламыз. Дәмге қараңыздар, асқа қараңыздар. Қазір енді үлкен асымызды осы құдалар келгеннен кейін кіргізейін деп жатырмыз. Құдай қаласа қос өмірің абат болсын, қос қуанышың қабат болсын деп, осы әулеттегі қос қуаныш атасы мен немересінің дүбірлі думанды тойы болайын деп жатыр. Алла қаласа. Енді сол шаңырақта есіктің алдында тазалан төрінде ас беріп, әдемі өмірден өткен әруақтарға Құран бағыштап осындай қуаныштың куәсі боласыздар. Құдай қаласа. Алып отырыңыздар, дәмге қарап отырыңыздар. Қуанып отырыңыздар. Қазір енді аз ғана уақыттан кейін құдалар да кеп қалатын шығар.
Оның төрінде сіздердің құрметтеріңізге, үлкендеріміздің құрметіне бір әдемі әнімізді тартып өтірейік. Қуанышыңыз құтты болсын, тойымыз құтты болсын. Көңілді отырыңыздар. Найман Балталы елдің қуанышы құтты болсын. Таң сыры деген бір жақсы әнді қабыл алып қойыңыздар. Аталарымыздың құрметіне. Кездескенде ақ жүзіңе жаралған күн нұрына қайран қалып кетіп ем, сезімімді күмән санап шағылған, батылым жоқ болғаныма өкінем. Кімге барып, кімге айтып, кімге барып өтінемін. Жас күнінде жүр жайнап, кездесе ек жалыннан жанарда. Жалындаған жашығымның жаңғырығы жарықта. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, Алатаудың бауырына. Кімге барып, кімге айтып, кімге барып, кімге айтып, кімге барып өтінем. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, Алатаудың бауырына. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, Алатаудың бауырына. Рахмет, тойымыз қуанышыңыз құтты болсын. Осы айтылып жатқан әнде, дастархандағы дәмде, көрсетіліп жатқан сәнде барлық өздеріңіздің құрметтеріңізге ән жұппы ұнап жатыр ма? Екі-үш ән бар еді, соны құдалар келгенше айта берейін. Онда осындай қалың көпшіліктің ортасында ән шырқауылдай тұрсын, аман есен шығып кетудің өзі үлкен өнер. Осы әдемі әуездендер тағы да жұбына сіздердің құрметтеріңізге жолдайық. Барлығымыз ауылда өстік. Осы Шынберген Сүлеймен ағамыздың әнімен сөзіне жазылған ауылға сағыныш деген бір жақсы әнді жолдайық сіздердің құрметтеріңізге. Тойыңыз құтты болсын. Жетегіндеріп жалғанның қалаға жедел жетіп біз, артынан жүріп арманның ауылдан шығып кетіп біз. Арайын төгіп аспан араласам дау жер-жерді, Атосқа
толсаны олдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Арайым төбем аспаным, араласаң да жер-жерді, толсаны олдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Аспанымды сағындым, түнейдің соның шетінде құрдастарымды сағындым. Жусады жұбары бұл мен көшемнің шайын сағындым. Ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым. Жусады жұбары бұл мен көшемнің шайын сағындым. Ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым. Еліңізде қош келдіңіздер дайынасы қойыңыздар. Әнімнің биен тапқандай, қамысын гүлдің сағындым. Шын берген бағын айтқандай, наурызым төлін сағындым. Ауылдан көшсең көш керуен, қалада өрлер өсмейді. Ауылдан адам көшкенде, адамнан ауыл көшпейді. Ауылдан көшсең көш керуен, қалада өрлер өсмейді. Ауылдан адам көшкенде, адамнан ауыл көшпейді. Ауылдан адам көшкенде, адамнан ауыл көшпейді. Болат мырза, бөлінбейтін бөлесі енді ағайын туысқандар, арнайы сол қос-қос айғырды, тұлпарды алып келе жатқан бөлінбейтін бөлесі арнайы Ерболат мырза мен Назерке ханым екен. Қазір енді сол атасы мен немересі атқа мініп келейін деп жатыр. Қос қуаныш, 60 жас мерейтойдың иесі біздің қуаныштың иесі Ержан атамыз, әкеміз және де осы әділетіміз екі бірдей тұлпарға мініп келеді. Әдемі әннің аясында бір құрмет қошеметпен осы бөлелердің тұлпарын қарсы алайын деп тұрмыз. Ал міне билеп қазір. Шап! Жүрегімде жатыр сері, таппарымды қайдан білмедім. Жүрегімде жатыр сері, таппарымды қайдан білмедім. Сағынсың ба сен, күн нұрынан аралғанбысың. Таппадым сен. Ал міне Ержан әкеміз, Ерболат бөлесі айғыр тұлпар келе жатыр. Бір қол соғып құрмет жасап қойыңыздар. Мерейтойдың иесі, жаңа жастың иесіне деген әдемі ақыл ойбай, шашу сәл халыққа шашыңыздар, атқа шашпастар. Осы ортада бір суретке түсіріп алайық та халыққа елге қарап. Енді бөленің тұлпары елеулі халықтың қалаулы азаматы болсын. Міне осы жерде бір сценарий бойынша Ержан әкеміздің құрметіне, әділеттің құрметіне бір құмарын қандырып құттықтап шапалақ ұрсаңыздар болады ағайын туысқандар. Бөленің тұлпары Ерболат мырза мен Назерке ханымның ақ тұлпары. Бір айналасыздар ма ортаны? Ертең тойда жинаймыз ба ондай? Көр. Тойда ма бұл? Бұл.
Ерекеңе, Ерболат мырзаға, Назерге ханымға алғысымызды білдіреміз. Тұлпарларды, айғырларды алып келе жатқан қуанышқа. Міне. Әділетті енді азамат болып жатыр, жігіт болып жатыр. Тізгін ұста, Әділет. Енді. Әділетті де бір айналдырып жіберіңіз аға. Әділеттің де сүтпет тойы құтты болсын. Міне, Нұрлан мырза мен Күлбану ханымның шын сүйіспеншіліктен өмірге келген атасы мен әжесінің баласы Әділет ордан айналсын. Сөйлейтін бар ма? Міне, халыққа бір ассалаумағалейкум деп амандасып қой. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, тойшылар қауым, қалайсыздар? Ержан көке, Забир әпше, бүгінгі дүркіретіп, Нұрлан бөлем, Банукен дүркіретіп жасап атқан тойларыңыз құтты болсын. Алла тағала тек қана той қылсын осы үйде. Келіп жатқан екі бірдей қуаныш келіп жатқан 60 жасыңыз. Немереңіздің жігіт болып атқа мінгені құтты болсын. Мен білмеймін, Ереке, адамның қандайын досы мен туысқанынан белгілі болып кетті. Атта кетпей тұрады, түскен қоржынға 2-ақ мың теңге ғой. Ятта болса да енді айтайын енді. Салғанша салмай бір қолымнан. Өзім салсам ба деп ойлап тұрмын да, Ереке. Әлі салатын бар ма жоқ, аттың да кеткісі келмейді тақылдым. Әлі балдардың бәрін әкеп салдырайын ба? Болды Ереке. Рахмет. Ерболат бөлеге үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді ағайын туысқан бәрі сол тойда саламыз деп дайындалып келген ғой, қазір тек палау жеп. Соны неғыламыз деп жүр ғой, Құдай қаласа. Тойда аямаймыз деп отыр. Болды ма? Міне, Әділеттің де аттан түскісі келмей жатыр. Көктемеді жетті күз келе, сарғайып тұр бала гүлдері, жүрегімде жатыр іздері, аларымды қайда білмеді. Жайғасып қойыңыздар. Асты беретін боламыз. Отырып алайық ағалар. Мына ыстық шайдан алыңыздар, жаурамай отырасыздар. Осы кешеден бері сәл жаңбыр сіркіреп сондай болып жатыр енді. Ауа райы. Орын алып қойыңыздар ата. Қазір енді асты тартып өтеміз деп жатыр. Ыстық асты ашып. Құдалар енді келе берер енді. Боқтағаның қарайсың, мөлдіреген көзіңмен, аққуға гүлдеген махаббатты сезіммен, бір өзіңе барсың айтайын деп келгенде, қалады күн байланып ұялғандай өзіңде. Өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады күн байланып ұялғандай өзіңде. Жауғаласың көкпеге келіп тиіп, сағынышың қайдасың асына келіп, құшақ жайып қарсы алар ма?
Kölelердің құрметіне, абаларымыздың құрметіне. Жаным маған қарасын, қорып сезім қаласын, теңеледім өзіңе көздерімнің қарасын. Болмас екен қадірлің, сезіміме қаласын, емдейтін сенден көрсем, жүрегімнің жарасын. Аяр көз қайда барасың? Аяр көз қадірлің, ақ жүзіңді сағындым, бұл жылданда мен сенің айналайын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, әлі өзіңдей бағымдым. Аяр көз қадірлің, ақ жүзіңді сағындым, бұл жылданда мен сенің айналайын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, әлі өзіңдей бағымдым. Алдатпайтын алашым, аямайтын бағасың, үй болайық екеуміз бағындырған барашың. Ата-анамыз жол қылсын, екі ауылдың арасын, келін болар деп жүрсем, бақтан кетер анашым. Аягөз қайда барасың? Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айналайын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, әлі өзіңдей бағымдым. Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айналайын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, әлі өзіңдей бағымдым. Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айналайын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, әлі өзіңдей бағымдым. Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айналайын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, әлі өзіңдей бағымдым, әлі өзіңдей бағымдым. Hayya сырларыңнан кетті жия, сүйгендерге беретін ей-ау, қайда сол тәтті кездер ай. Hayya алладан таусылмай көзия, тамаша біздің ностальгия, қайда сол тәтті кездер ай. Сағынышпен қалсам бәрі, ал көшетіні астарының ішінде, сегіз қолы сағат саларың үстінде, сол шақтар қайда? Асын беріп, қасек алмаймын, күйер тигізі, менде қоймайтын, сөйтіп бір арманға жетуді ойлайдым, сол шақтар қайда? Ой, рахмет. Иә, асымыз дайын болып жатыр. Орын алып қойыңыздар. Қазір енді астан кейін тағы да биге шығамыз. Әсел ханымның тұлпары ортаға келе жатыр. Қол соғып құрмет жасап қойыңыздар. Әдемі әннің аясында арнайы мәулен күйеу боламыз. Әсел ханым әпкемізбен жездеміз. Міне, төркінге деп алып келген, қайын жұртқа деп алып келген тұлпар келе жатыр. Bayan bayır sen şaramı sızıyor, bizim senin yerin
Әселдің ару Әсел ханым мен Мәулен күйеу боламыз. Басқа бата алайық. Үлкендерден, аталардан басқа бата болсын. Аумин деп білек көтеріңіздер, ағайын туысқандар, асқа басқа бата алайық. Бас бергенге ас берсін. Құдай берсін, кем болмасын, дастарханға береке берсін. Мынау кішкене азаматымыз өссін, өнсін, үлкен азамат болсын. Елге елеулі азаматтардың бірі болсын. Үлкен аталарының, аналарының, ағаларының жолын берсін. Мынау Ержан бауырым, мына 60 жастық мерейтойың құтты болсын. Еліміз, тыныш жұртымыз аман болсын. Осындай тойлар әр қайсымыздың отбасымызда болсын. Барлығыңызға жақсылық тілейміз. Амандық болсын, есендік болсын. Аумин. Астың адал болуы ол әрине батада. Асқа басқа бата алып жатырмыз. Енді арнайы үлкен асымызды тартып өтеміз. Міне. Кіргізе беріңіздер. Тұлпар осы біздің Әсел ханымның жездеміздің күйеуі боламыз. Мәулен мырза, екі елдің қамын ойлап жүретін, екі елдің бақытты болуын Алладан сұрап жүретін қыздар қауымы аман болсын. Тағы да қазір кілеммен, ат бірдей болғанмен алып келіп атқандар басқа-басқа, соған назар салып отырасыздар. Асы тартып өтейік, үлкендердің алдынан бастап жайғастырып жатырмыз. Барлықтарын жайғасып жайласып қойыңыздар. Мәулен жездеміз, міне, келсеңіздер бір көрсетіп жіберейік халыққа. Өздеріңізді, міне, тұлпар кіргізіп жатқан осы қуанышқа, атасының тойына, қош келіп жатсыздар. Бір ауыз бір әдем тілек болсын, жылы лебіз болсын, қыз тілеулес, қыз жаны ашар, пайғамбар күйеу боласын сыйлаған деп біздің Мәулен жездеміз бен Әсел әпкеміз. Ассалаумағалейкум қонақтар, қош келдіңіздер. Мынау ата туған күніңізден нұрлан той құтты болсын. Оларыңыз азамат болған үлкен мұсылман сындырып келгені. Құдай қаласа, жаңа бір ат кіргізіп отырып қой енді. Тойымыз конвертте, атымыз конвертте. Той құтты болсын, Құдай қаласа. Барлығымызға жақсы болсын осындай той. Ал не дейін, мына жақсылыққа жиналған көпшіл қауым, тойшыл қауым, бүгінгі той құтты болсын. Әділет бауырымның баласының сүндеттелгені, және әкеміздің 60-қа толып жатқаны, және осы күнге аман есен төрт көзіміз түгел жиналған күніміз құтты болсын. Бұл тойдың бастамасы бұйыртса 18 күні ұлан асып дүркіреген тойда осылай төрт көзіміз түгел жиналайық, тек қана жақсылықта болайық. Және біздің жаңағы тайымыз Нұрлан мен Әділетке болғанмен көкемізге бөліп алтын аламан, және еркек адам, мұсылман еркек алтын тақпайды дейді ғой. Бізден телефон. Естіп саған екен. Қол соғып қойыңыздар. Мерейлі жасқа арнайы осы біздің Ержан әкемізге ұялы телефон. Пока кейін ашам десеңізші. Мына рахмет, мың алғыс. Болды, осы жерде палауға асқа қарай жайғасыңыздар. Орын алып қойыңыздар, қызметте ғой енді. Арнайы міне табыстап жатыр, ұсынып жатыр. Тағы да қазір тұлпарларды кіргіземіз. Қадірлі қонақтарымыз келіп жатыр. Бөтен ешкім жоқ, ет жағын ең жақын туысқандар. Осы шаңырақтың алдында, есіктің алдында, табиғаттың аясында тойланып жатқан дүбірлі думанды той. Ертең 18-іне үлкен алтын жұлдыз салтанат сарайында қос тойдың тағы да куәсі боласыздар, Құдай қаласа. Оған да қадам басасыздар. Міне қоржын келе жатыр. Аналар қауымында қоржын келе жатыр. Келе қойыңыздар, қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Нағашылар ма? Әділетіміздің нағашылары? Ой, қош келіп жатсыздар, құрметті нағашылар. Құдалар, әулеттің құдалары. Қоңырат иелі. Әділетіміздің нағашылары. Музыкамен. Шап!
Ай, нағашылар, биден. Міне. Баланың бірге туған бауырысың нағашы, сүйінетін сүйінетін дауысысың нағашы. Сендер барда жүректерге бұлттың дейді нағашы, сендер келіп сүйендердің қуануын қарашы. Шын жүректің бақытты бақытты арнады, сүйендердің қуанышын жақсы күйге жалғады, сүйендердің қуанышын жақсы күйге жалғады. Сүйендерді қолдаудан еш нағашылатылмадың, таусылмайтын сарқылмайтын мейіріміңді арнадың, таусылмайтын сарқылмайтын мейірімдісің нағашы. Адамзаттың баға жетпес дарасысың нағашы, қиналғанда демеу бірге жанашырсың нағашы, тойға келіп бақ тілекті алғашы. Рахмет, қош келдіңіздер құрметті нағашылар, әулеттің құдалары, құдағилары, біздің әділетіміздің нағашылары. Осы Нұрлан Мырзаның Нұрекеңнің қайын жұрты. Ас келіп жатыр еді қазір, енді аз ғана уақыттан кейін би береміз, отыра беріңіздер. Сейфулла күйеу баламыз бен Айнагүл ханым сол жандардың тұлпарын кіргіземіз. Сіздер тамашалап, астына қарап отыра беріңіздер, ағайын туыс бауырлар. Ал келе жатыр міне. Сейфулла күйеу баламыз, Айнагүл ару қызымыз. Көздерің нұрдан тараған, көңілім сені қалаған, көрінбей қалсаң жанымнан, сені іздеп жаным сағынам. Көздерің нұрдан тараған. Қоржын. Сейфулла Мырза, Айнагүл ханым. Сәкеңсі осы кісі ма? Келе қойыңыздар, қош келіп жатсыздар. Мынау қоржыны екен, соны қазір абаларға, аналарға міне тартып өтеміз. Иә. Чө? Айнагүл ханымның дайындап жасап берген әдемі қоржыны қазір халыққа тартып өтеміз. Астарыңыз дәмді болсын. Қайын жұртта Сәке бір ауыз керемет тілегіңіз болсын. Қош келіп жатсыздар. Ассалаумағалейкум, жиналған тойшыл қауым. Қуанышта мерекеміз құтты болсын, ата, апа. Үлкен дүбірлі той алда келе тұр, Құдай қаласа. Бүгінгі қайыр сандарыңыз Алла қабыл еткен болсын. Той қаласа берсін, баршаңыздың үйлеріңізде тек қана той, қуаныш, шаттық бітпесін. Бізден кішігірім сыйлығымыз бар, қабыл болыңыздар. Жиналған қауым той құтты болсын. Осы біздің ініміздің баласының сүндет тойы құтты болсын. Папамыздың 60-қа толған күні құтты болсын. Баршаңыз осы дастархан басында қуанышқа жиналғандарыңызға үлкен рахмет. Өстіп тек жақсылыққа жайыла берсін дастарханымыз. Сол біздің сыйлық папамызға деген. Ата сізге Рүцке. Бұл бүгінге картымшалар атаға, апаға алтыншы. Нұрлан, саған тойға тай емес үлкен айыр. Енді сол, Ержан әкемізге әдемі костюм шалбар, таза турецкий. Біздің аяулы Забира анамызға алтын алқа бриллиант, не деген шабалар. Әмін көрсетіп қойыңыз халыққа ерге. Осы Сәкең мен Айнагүл ханымның сый құрметі ізеті өзінің бауырына, Нұрекеңе
Тұлпар үлкен айғыр деді. Міне, 1000 алғыс. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Жасай беріңіздер. Суретке түстік па? Видеоға түсірдік. Жайғасып қойыңыздар, орын алып қойыңыздар. Түсті. Видеоға түсіріп алдым. Қадірлі құрметті ағайын туыс бауырлар, келіп жатқан жанашыр жақындар, барлықтарыңыздың астарыңыз дәмді болсын, алдарыңызға ас келіп жатыр, дәм келіп жатыр. Түгел асқа қараңыздар. 3-ші ару күйеу баламыз Шәміл мырза мен Жадыра ханымның тұлпары келе жатыр ортаға. Міне. Жәке, WhatsApp-қа жазып, Жүрекең бауырлары. Шәміл мырза мен Жадыра ханымның ақ тұлпары, бақ тұлпары келе жатыр. Нұрекеңнің бауырлары сіздер әрдайым тілеулес қой. Келе қойыңыздар. Қоржынымен, сый құрмет ізетімен Шәке қош келіп жатырсыздар. Аллаға шүкір, күйеу балдардың барлығы осы жерде қызметте, қазанның басында, қадірлі жандардың жанында құрмет ізетін көрсетіп жатыр. Завира анамыз қайда екен? Келе қойыңыз. Шәке өздеріңіз. Олар тойда алады. Ассалаумағалейкум. Жамағат, құрметті той құтты болсын. Апа, тойларыңыз құтты болсын. Құдай қаласа, ата 60 жасыңыз құтты болсын. Құдай қаласа 100-ге жете беріңіз. Дендеріңіз сау болсын. Нұрлан, Бану, Әділеттің сүндет той құтты болсын. Дені сау болсын, елге үлгілі азамат болсын, елдің азаматы болсын. Сол, бізді жаңағыдай бәрі бір тай көз отырған сол. Тай конвертте отыр. Түсініп отыр. Сол, Нұрланға конверт, атаға өзім не аламын дейді. Атаға алтын 100-ге кел. Бәрі аналарға тауыз атамызға бағайық деді. Ахмара жетесіка. Ал жиналған көпшілік қауым, той құтты болсын, Нұрлан, тек жақсылыққа жинала берейік. Біздің көген тойда айтатын прикол бар еді. Біздің тойда мамаға алтын бәрін тақпағымыз, бит-бит қап кете берсе, сол толтырып қойдық қолын. Сол үшін тек жақсылықта жинала берейік. Ал сендерге қоржын. Рахмет, ақ тілектеріңіз қабыл болсын, 1000 алғыс. Жайғасып қойыңыздар. Нұрекең мен Гүлбану ханымға әдемі тұлпар және де мына қоржынымен біздің әкем музыка маэстро нағашылардың тұлпары, Әділеттің нағашыларының тайы келе жатыр ортаға. Жай қоя береміз ба? Болды. Бұл енді үйреншікті жағдай, асау сәл. Жаңағы, қоймай қойып, бір көрін. Болды, қатты сөйлемейік қойық деп дауыс шығармай атырмыз. Нағашылардың тұлпары бір қол соғып қойыңыздар ағайын туысқандар. Әділетіміздің нағашылары арнайы. Бұл енді күндесінде тойда жүрген тай емес. Осы қуанышқа алынған керемет міне. Киендерге деп алынған нағашылардың тұлпары. Нағашы ағаларымыз, әжелеріміз келіп жатыр. Келе қойыңыздар музыкалық барабатпен. Құдағилар, құдашалар. Шап! Болды, қанша жіберіп қойыңыз, аламыз. Сыңармен сыйлық тағдыр бергенім, еркіме көніп, серкіме берік сенгенім, тілегіңнен білемін сенің бағыңдай, бағымды жақтың, бабымды таптың сен мені. Баламды туған әйелім, белімді буған әйелім, сырымды сыртқа шығармай, кірімді жоға
Салам нағашылар, қош келдіңіздер. Әулетті құдалар, құдағилары. Жаным деп күнірім, күнде саған барам. Сенен қалар жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай шомарам. Сүйдім сені бұларым. Ей, жаным деп күнірім, күнде саған барам. Сенен қалар жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай шомарам. Сүйдім сені бұларым. Ауылыңа күнде барып қайтамын. Көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Ауылыңа күнде барып қайтамын. Көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Қош келдіңіздер. Әділетіміздің нағашылары міне билеп келіп жатқан асымыз дайын болып жатыр. Әдем түрден орын алып қойыңыздар. Діңгегі деп осы қуаныштың төрінде жоғарыда түрде отырған біздің Нұрекеңнің Нұрлан мырзаның нағашылары, Забира анамыздың төргіні, бауырлары, әділетіміздің үлкен түп нағашылары. Сіздердің бір керемет тілектеріңізді осы астың үстінде тыңдайық. Сол жерден жолдай берсеңіздер болады. Сол жақтан айта берсеңіздер де болады. Келесіздер ма? Келе қойыңыздар ортаға. Құрметті Нұрланымыздың барша нағашылары, арнайы Ержан әкеміздің қайын жұрты, Забира анамыздың көркіні. Келе қойыңыздар ортаға. Көшегесіп жүрімін, бір қарамай қоймасаң. Сүйгенім бар сені, бір Нағашы бөлелер. алmışım менен алmışым. Көңілімде сенің қалмасаң. Келіңіздер көке апа, қазір енді биді жалғайтын боламыз. Қош келіп жатсыздар. Осы біздің Нұрлан мырзаның нағашылары. Забира анамыз болмағанда Нұреген қайдан болады еді, Нұреген болмағанда осы әділет қайдан болады еді деген әңгімелер. Жиендеріңіздің, жиен жарларыңыздың қуанышы құтты болсын. Осы күйеу балдарыңыз Асқарда біздің Ержан әкеміздің мерейлі мерекесі міне. Тілекті апамнан, әжемнен бастайын. Ал мынау көпшілік қауым бүгін мынау үлкен кісілер құда жекжаттар бас қосып отқан себебіміз мынау бүгінгі менің күйеу балам артынан ергенім Ержан жаным 60 жасың құтты болсын. Забира екеуің бір жастықта қартайып мынау алдындағы балапандарыңның қызығын көре бер, өсе бер, өне бер жаным. Мен Құдайдан тілейтін тек қана жақсылық. Мына Нұрланжан, мына балапаныңның бүгін мұсылман болғаны құтты болсын. Әкенің шешенің бір парызы дейді ғой. Мына бірінші алғашқы парыздарыңды өтеп жатсыңдар жандарым. Бүгін күн суық емес, керемет күн болып тұр. Көңіліміз жадырап, жайнап, ойнап жүре берейік. Бұндай суықтарды ешқандай көңіл апамыз ғой. Мына құда жекжаттар, мына бүгін тойларың құтты болсын. Бүгін мына тайпалау дейді ғой, тайпалауымыз жаңағы құтты болып, балапандар өсіп өне берсін. Құдай қаласа 2 күннен кейін 4 күніміз түгел, дәу тойын ойнатып, күлдіріп, бір кісінің баласындай ат салсыз өткізейік. Тек жақсылық болсын. Забира Ержан той қаласа берсін. Немерелерім той құтты болсын. Ал құрметті құда жекжаттар, бүгін Ержан, негіз Ержан мен Забираның отауында қызылға жүріп уақыт өтті. Енді Ержан бұл бізге тек қана бауырымыздай, өзіміз бір туысымыздай болып кеткен азамат. Әрі құрдасым, екеумізден кейін алыстарға болып отыр. Бұл Ержанның алысқа толған тойына ертең емес арғы күні келеміз. Бүгін тайпалау дейді. Мен ойлағам, тайпалау деген несі? Забира мен Ержан өздерін ойлап тапқан мәтсін. Сөйтіп ойладым ағаны, бір тайып сойып соны палау істейін жатырмын олар. Сөйтсем тайып қойып палау дейтін той емін ғой. Шында да бұл үлкен қуаныш.
бұл жақсылық, мына дастархан тек жақсылықтан тойға жайылып жатыр, Құда қаласа. Одан кейін мынау менің жиенім Нұрлан, өздеріңіз білесіздер, бәріңіз осында танисыздар Нұрланды. Сол Нұрланның ең бастысы Нұрланның қуанышы. Нұрланның әкелік парызы. Мынау ұлын студентке отырғызып, әкесін 60-ға толғызып, соларға той жасап беріп жатқан. Нұрлан мен келінге көп-көп рахмет. Мынау әр уақытта осындай арман тілектерін орындала берсін. Осындай жақсы ниеттерге, жақсы жақсылықтарға жете беріңіздер. Отбасыларында той болсын. Зәбира мен Ержанның сол сендердің жеткен жетістіктеріне бақыттан бастары айланып жүре берсін. Ал енді бұл тойға, бұл жерге тек жақсылыққа тойға келейік. Осында Ержанның ағалары отыр, інілері отыр, келіндері, қарындастар, әпшелері отыр. Сіздердің барлықтарыңыздың қуаныштарыңыз бұл. Өйткені сіздер бауырсыздар, сіздер туысқансыздар, сіздер ағайындысыздар. Одан кейін осы жерде Құда жекжаттар отыр, ол кісілерді тілеулес. Біз сияқты, бізде мысалы нағашысы болып, қайнағасы болып, қайын жұрты болып тілектес көп келіп отырмыз осы жаққа. Осы барлығымыздың жақсы тілектеріміз, жақсы ниеттеріміз қабыл болсын. Дастарханда тек жақсы той болсын. Бүгінгі мынау студентке отырып жатқан азаматымыз үлкен азамат болып өссін. Осы Шымкент қаласындағы бір мектептің директоры болсын. Жоқ, директор емес, білім бөлім бастығы болсын. Жоқ, Шымкент қаласының әкімі болсын. Тек жақсылық болсын. Ағашылардың әдемі ақ тілегі, жүрегіндегі жылы лебізі айтқандарыңыз айдай келсін, өмірлеріңіз жайнай берсін, Құдай болса. Президент болсын, елбасы болсын. Аумин. Келіңіздер. Құдағилар, қош келіпсіздер дейміз. Ержан Зәбира, көпшілікті жинап бүгін тамақ беріп ниеттерің қабыл болсын. Алла мынау бүгінгі ұлдарымыз маған құтты болсын. Жігітті өсе берсін. Ереке, ертең ауызшасын құтты болсын. Елің сау, ұзақ болып, немерем рахатын көремендер. Қаласа ертеңгі болатын тойда бір кісіде атсалысып, тойдан қызық той болған. Ал құрметті жиналған қауым, көшедегі мүшен, игі жақсылар, бүгін менің жездеменен әпшемнің қуанышына ортақтасып келіп отырсыздар. Барлықтарыңызға рахмет, Алланың нұры жаусын, барлықтарыңыздың үйлеріңізде той болсын. Бүгін міне біздің Нұрланымыз бен Бануымыз үлкен кереметте тойдың басын бастап жатыр. Мына әкесіне 60 жас мерейтойына арнап той жасап, өзінің баласын атқа қондырып Құда қаласа. Ал Нұрлан Бану, айналайын, Алланың берген жасын жасаңдар, бақытты болыңдар, бай дәулетті болыңдар, өсіңдер, өніңдер, көбейіңдер, ұрпақтарымен мың жасаңдар. Ал Ереке, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Сіз біз үшін керемет адамсыз, біз сізді қатты жақсы көреміз. Біздің қасымызда осы күйінше әдемілігіңіз жоғалтпай, әдем болып жүре беріңіз. Жаңа мен ағам айтқандай, сіз біздің уже жездеміз емес, ағамыздай болдыңыз, бауырымыздай болдыңыз. Құда қаласа өсіп, өніп, осы ұл қыздарыңыздың қызығын көріңіз. Әпшем екеуіңіз бақытты болыңыздар. Үйлеріңізде тек қана жақсылық той болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиналған көпшілік қауым. Бүгін Құда қаласа тойдың бастамасы басталып жатыр ғой. Ереке, Құдай қаласа құтты болсын, 60 жасыңыз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Немере шөберенің қызығын көріп, рахатын көре беріңіздер. Ал бұдан кейін Құда қаласа жігіт өсе берсін, ер азамат үлкен, ер азамат өсе берсін. Құда қаласа той болса берсін. Рахмет. Кеш жарық баршаңызға бүгін мына бір әдемі тойдың бастамасы болып жатыр. Құдай қаласа бұл тойдың жалғасы әлі бар. Құдай қаласа аман есен өткізіп алайық сол тойды да сіздермен қосылып. Ал жезде, әпше, бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Жаңа әпшемнің мінезі қандай деп айтып жатыр да мекта. Негізі бұл ауа райына әпшемнің түк мінезінің қатысы жоқ ше. Жезде, туған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Аман есен бола беріңіз. Сіздерге қашанда тілеулеспіз. Ал Нұрлан, алтыным, жаным, жасап жатқан бірінші тойдың қадамы ғой бұл сендерге. Құдай қаласа бұл баланың артынан ере берсін, тойларын бұдан да көп бола берсін. Бұл шаңыраққа тек қана жақсылыққа келейік. Аман болыңдар, той жалғаса берсін.
Ал ержан жезде, Зәбир әпше, ержан жезде бүгінгі шаңырағыңызда болып отқан той құтты болсын. Алла берген 60 жасқа да жеттіңіз, 60-тың тағы біреуін жасаңыз, 120-ға шейін. Құдай қаласа. Сізге өмірдегі бар жақсылықты тілеймін, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Ал Нұрлан бөлем, бауырды Алла Тағала екеуміздей болмас, Құдай қаласа. Сіз біздігін жоғалтпасын, әкеңе деген, шешеңе деген сүй құрметің күшті адамсың ғой сен. Ерекше. Құдай қаласа әкең мен шешеңе не істесең, Алла Тағала екеселеп алдыңнан қайтарсын. Аман болыңыздар, сіздерге өмірдегі бар жақсылықты тілеймін, ұзақ өмір сүріңіздер. Бұдан да үлкен той болып келін Құдай қаласа пытырлап туа берсін 11-12. Алла Тағала күш қуат беріп тұрса. Тек қана амандық болсын, той құтты болсын, баршамызға жұғысты болсын. Ал Ереке, сізге семіз сап-сары жылқы өзіммен семіз жылқым бар. Одан кейін кішкентай арықтау тайым бар әлемге. Ереке, соны беріп қояйын енді сізге Құрметті қонақтар, қош келіпсіздер. Құдағилар, төрлеріңіз құтты болсын, Құдай қаласа. Жезде, Құдай қаласа туылған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Мына өсіріп отырған ұлдарыңыздың тыныштығын, рахатын тілейміз. 100 жасаңыз. Бану, Нұрлан той құтты болсын, Құдай қаласа. Тойға жалғасып, Құдай қаласа баршаңыздың үйлеріңізде той болсын. Мемлекеттерге қосамыз. Жадыран туған құтты болсын. Намысымыз апамызбен жездемізге деген сый құрметіміз бар. Одан кейін киіз. Сатырдар, қазір мен киіз болайын сізге. Ал бірінші Ерекеңе, мына құдағиға, Банудың мамасы құдағи. Қазір сөз жүре тұра тұрыңыз, тұрған жаңа. Болды ма Ереке? Шақпа. Нұрсұлу құдағиға деген әдемі камзол арнайы осындай Гүлбанудай ару келінді өмірге алып келген. Құдағи енді жоғарыда төрде отырған, осы нағашылардың сый құрметі зиеті, және де Ержан әкемізге, біздің аяулы Завира анамызға. Мынау енді әділет. Бану, жаным саған. Камзал, орамалыңменен қыздарыңа, бала шағаларыңа мына біздің берген сыйымыз. Одан кейін мына арттың құлағы, мына қазір қоржын емес, картинамен келетін болып. Ал. Кешіріңіздер бір минут. Бүгін мына біздің немен жаңағыдай осы тайпалаумен қабаттас деген біздің жадырамыздың туған күні екен. Жадыраға деген сыйлығымыз бар. Құдай қаласа 18 апрель біздің Әселіміздің туған күні екен. Әселімізге деген сыйлығымыз. Мына ортада біздің айнашымыз қалып кетпесін деп айнашымыз алып келдік. Айнаш қайда? Сол кісілер тарқатып оларды сейтін біздің ағаларымыздың атынан. Рахмет. Завира анам сен үйде қалама деп ойлап жатыр ғой онда.
бәрі өзімізге ма деп қалды ғой. Суретке түсейік, жақындайық. Нағашылар, біреуге жақын тұрыңыздар. Міне, қыздар қауымы. Осы қуанышпен тұспа-тұс келіп жатқан Жадыра ханымның 18 жас туған күні құтты болсын. Әсел ханымға, Айнагүл ханымға барлығын қамтып жатыр екен. Үлкен алғысымызды білдіреміз нағашыларға, жасай беріңіздер. Мына телефонға түсіп беріңіздер. Нағашылар, жайғасайық, орын алайық. Қазір енді аз ғана уақыттан кейін қазір береміз тілектер. Бұйым тай ашуымыз керек. Сіздер нағашылардың құрметіне береміз, жайғасып алыңыздар. Рахмет, үлкен алғысымызды білдіреміз. Қаншама дүниелерді табыстап жатқан, осы құрмет ізетін көрсетіп жатқан адамға ең қымбат нәрсе ол әрине көңіл ғой. Сол ең бастысы осы көңілін тауып құрметін жасаған нағашылар, сіздерге де осындайдай жұғысты болсын. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Бауырдың тойы, әпкеміздің тойы, жездеміздің тойы, өзіміздің тойымыз деп қуанып жатсыздар. Енді қазір тағы да тілектің алаңына жалпы әділетіміздің нағашыларын шақырғымыз келіп тұр. Әулеттің құдалары, құдағилары, жандар елінен келіп жатқан құрметті Нұрдай Құлбырған Нұрсұлу құдағиымыз бастаған жалпы әділеттің нағашылары келе қойыңыздар ортаға. Жандар елі, әулеттің құдалары, құдағилары. Келе қойыңыздар. Құрметті әулеттің құдалар, құдағилары, нағашылар, қош келіп жатсыздар. Осы біздің Гүлбану ханымның нағашылары, әулеттің жаңа құдалары, құдағилары, әділет біздің нағашылары. Құдағи, апа, өзіңізден бастайық. Үлкені, үйден апам аяқтан ба? Осы жақтан бастай берейін ба? Апа өздеріңіз. Главный қай жақта? Әпкеміз. Главный әпкеміз қайсысы? Мына жақта ба? Апа келіңіз. Өздеріңіз бастаңыз. Құрметті тойшыл қауымына құдағи мен құдағымызға сүндет тойларың құтты болсын. Мынау күнді айналайын. Әр уақытта басыңа бас қосып, жасыңа жас қосып, құда қаласа осы тойды көбейтесің. Мына дастархандарың жиылмасын, күлкілерің жиылмасын. Әр уақытта осындай той бәріне жұғысты болсын. Мынау кімде ғана кішкентай ақын берейін? Не сияқты жұғысты оны? Жақсы, сол. Әлде бірін не істейін сонда тағы? Болды ма? Бермейді, мен ән айтып берейші маған тоймаса. Құданың өзі айтқан, айтпасам болмайды деп. Мынандай. Дегенде той базар тойға келдік-ай. Толғанып алтын сақан, шіркін-ай ойнай келдік-ай. Бір той бар осы ауылда дегеннен соң-ай. Өлеңді бір-екі ауыз туыстар арнай келдім-ай. Ауылым, ауылыммен жалғасып тұр, болғаны осы тойдың құдеке жарасып тұр-ай. Бастайын баста десең тойдың басын-ай. Көңілім қобалжыған, шіркін-ай басылған соң-ай. Әуелден той тәңірдің қазынасы-ай. Бақтатып, бақта боп шашын шашып, келгенде осы тойлардың. Ауылым, ауылыммен жалғасып тұр, болғаны осы тойдың құдалар жарасып тұр-ай. Өлеңді мен айтайын тыңдасаңыз-ай. Тыңдаған құлақ салып,
шіркін-ай мың жасаңыз-ай. Тілдері көпшіліктің қабыл болып-ай. Келер жыл той иесі тағы да той жасасын-ай. Айтайын тойыңызға әнмен тілек, халқыма тойға келген шіркін-ай бақыт тілеп-ай. Ауылым-мен жалғасып тұр, болғаны осы тойдың бәріне жақсы болсын. Рахмет. Міне той бастар апа өзіңізге. Құдағи құдашаларыңыздың әуез әндері. Жалғайық тілек апа өзіңіз. Құрметті құдағилар, қуаныш бірге тілеген. Тойларыңыз той болса берсін. Осылар рахатын көріп, көргеніңіз жақсылық болып. Жүре беріңіздер. Сіздерге ертең шықпек айтпаштай, туғаныңыз құтты болсын, денсаулығыңыз құтты болсын, қос ақылдай қалқып, шағаладай шалқып, құдарыңа құда жүре берсін. Барған ағашылардан жастар жаңа қосыламыз осы тілекке осы үлкендерге қосыламыз дейді. Мынау енді сый құрметті бір ауыз айтып жібересіздер ма тағатын? Нағашылардың той бастары, қоржыны, арнайы әділетке тәтті тоғыз барлығы түгел алып келген екен. Қалған нағашылар қосыламыз деп жатыр. Бір суретке түсіп қояйық ортаға жақындап. Одан кейін барып қазір. Мына жерде де ашамыз ғой, дайындаймыз. Үйде ашамыз ғой, не? Қазір мынау. Забира құдағилар, мынау сүндет тойларың көңілдеріңіз сау болсын. Құда қаласа тойын тойласа берсін. Осы кең дастарханда ойнап күліп, Алла несен тойыңды атқарып орай қылсын. Құдағи, 60 жасыңыз құтты болсын, жасыңыз жас қосыла берсін, деніңіз сау болсын. Мынау құда баламыздың жаңағы сүндетке отырған құтты болсын, үлкен жігіт болып, артынан ере берсін. Құдай қаласа тойда аман есен атқара берейік бәріміз. Ержан Забира, мына той құтты болсын, мына балапанның сүндет тойы құтты болсын, 60 жасың құтты болсын, тапқан тағынғандарың осындай тойға бұйырсын. Ертең Құда қаласа осы түгел осы тойға Алла нәсіп етсін бәріңізді жинауға. Аспанымыз ашық болсын. Кеше сөйлеп қойды ғой. Құдағилар, әкелген заттарымыздың бәрін қабылдап алып жатырмыз. Әкелген ала береміз. Рахмет бәріңізге. Бүгін бір тамаша үлкен жиын болып жатыр. Ертең Құда қаласа үлкен тойды да төрт көзіміз түгел өткізіп алайық жақсылап. Сүндет той және 60 жас той үлкен мерекелер ғой бұлар. Бәріңізге той жұғысты болсын. Дастарханымыз қазақтың тек жақсы тойларға жайылып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сенің мына сәуірдің бәрі сенің туған күнің ғой. Құда қаласа мына Алланың берген жасын жасай бер. Мына балам немереміздің мұсылман болғаны құтты болсын, елдің, халықтың баласы болсын. Құда қаласа мына Нұрлан балам саған не істеп жатса, Нұрланның ертең баласы соны істесін. Нұрланға дені сау болып, өзіміздің атақты ұлымыздың бірі болып жүре берсін. Елі де мынау, мерейтойың құтты болсын.
тойың тойға жалғаса берсін, немереңнің тойы да құтты болсын. Құдағиларыңа рахмет, тай деп жатыр. Рахмет барлықтарыңызға, осы той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Тойды аман есен өткізейік, Құда қаласа. Барша аналарымызға ақ тілек қабыл болсын. Мына жақта көрші апаларымыз, әжелеріміз бар. Арнайы сіздерден де бір ауыз тілек, сонымен бұйымтайларды ашуға. Апа өздеріңіз. Бұл тойың құтты болсын, туылған күнің құтты болсын, бұл қыздарың немерелерінің қызығына тоймай жүре бер. Ой, Тойдың бастамасы тайпалау деді ғой, палауды шипалық, Құдайға шүкір деп, тойға ұласа берсін. Ертең болайын деп жатқан тойларымыз аман есен, жақсы, қызықтап өткізіп алайық. Ереке туған күнің құтты бола берсін, 60 жас, бала жас дейді, әлі де тағы сондай бір 60-ты жасай бер. Ал немере өсіп, өніп, елдің азаматы болсын. Аналар қауымы, араларыңызда біреуіміз. Мынау бүгін керемет кішігірім той болып отыр. Ержанның 60 жасың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Мынау немереңнің атқа отырған құтты болсын, дені сау болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы үлкен азамат болып өсе берсін. Мына нағашы апалары әкелген бұйымдарыңызға көп рахмет. Запка, айналайын. Бұның бәрі сенің арқан ғой. Елің сау болсын. Ана қыз болған екен, жарып іштеп атыр ғой, қыз болған екен. Елдерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, егер өмір жаста қартайыңдар. Құда қаласа ертеңгі тойды аман есен өткізіп түгел өткізе берейік. Көршілердің, достардың, әдемі жолдастардың тілегі. Енді ортаға би алаңына шығып, үйде ашатын болдық бұйымтайларды, соған кезекті беретін боламыз.
kuydi jana beremin Жүрегім жоқ болып жаным Жаныңа бара беремін Сен үшін күйді жана беремін Жүрегім жоқ болып жаным Жаныңа бара беремін Болды, ішке кіреміз. Церемониясы бүгін болады. Ең үлкен ағаш Сәбира бір қайнысын ленкін шап нетпейді құдағида да бар екен. Бірінші мен шабатын емде ғой. Шабамаңыздан аспаңыздан мен алып отырмын. Бүгін Ерлан Гасим шабады. Мен екінші құсымын Сүлхан деген. Екінші қан деген. Зайбира алашқа шығарып қозыға шапырады. Арқан. Бұл қайсының үшінші. Бізде 4 қыз. Раушан алыста кемеді. Кішкентай қыз Сарыағашта. Қойда келеді. Алашқа шығармайды, өзі киеді. Бізге әкеме қасан. Он беріп. Енді тыңдаңыз. Менің жадырамның әкесі. Құдағиым Қалипаның мамасы маған жабылып алған сол. Қалипа құдағиға ғой сізге тоймекте жадырам. Маған алтындақты да ержанға тақпады. Сонан құлақ енді еркек қой деп тақпаса керек қой. Қоймайды ғой ержан, бүйтіп қалдық қой, бүйтіп қалдық. Маған тақпы ғой маған. Жадырам жаңа айтып атқан сол. Рахмет құдағилар. Тұра тұрыңыздар, тағы бар, микрофон бересіздер ме? Жақындай қойыңыздар. Құтты болсын, Майра. Өлді ма? Ал көбенің. Әсел, отырса бішін. Жамы ержан орнатым. Зайбира құдар. Құрап тұр сен. Мына жақта алып келеді, ашайын. Шешеміздің сияпаттары бар, осы жердегі Зайбираның алшыларында екен. Мен айтпаса, әкеме әперейін деп тұрып әпермей қоғым де. Негізі мен әкем айтайын ғой, абай қойды ғой. Алшыларына дейді. Индийский маталар. Күресіне қанша қана еңгер болған осындай апас болсын.
Әкелгенде бұдан күшті келеді. Қыздарға деп не айттыңыз? Қыздарға ешнәрсе жоқ. Жандардан елінен келген, соғысын бастап келген кісілер. Мына метрополда алдына әкелген сенсипаттарымыздан енең қашан кел? Әселдің енесі. Әселдің енесі. Ол кісі күшті. Рахмет. Бұл жерде бәрі. Қайсысы? Ол қоршын қарапатуға тарқатылмай ма? Әйгерім құдашат өз қолынан жасады. Әйгерім құдашат Беріңіз маған. Динара
Şulamay otursanlarшы. Микрофон. Әділетке, менің атымнан, үнжуге, мына кішкентай қызына. Осы менің атым. Рахмет. Апасының қарашы апасының. Нұрланға, Бағдарға, Нұрланға. Мен Бағдарға. Рахмет. Кішкентайлар кеткеймін. Үшеуін. Жаңғырып кетіп жатыр ғой. Бес көйге бір Шулдақ ағасының құрбаны жеңгесінің. Құдағидың үлкен келіні. Екінші келін білдіңіздер Айгүл менің кластасым. Бұл жеңгесінің. Рахмет. Қойда тарқатылады. Біреуін айнашқа, біреуін әсіге, біреуін болғанда бәр. Нағасы жеңгесінің Айшаға, үнжіге әділет. Бұлағының екінші келіні іністің әйелі. Екінші емес, екі почет. Әпкемізге. Құлашанығы. Үлген құлашанығы. Үлкен жеңгесі. Олай қоя. Hadi
Ana көмектесіп ертең тойда киношканы құдағайыма бір киім бір алдым саған қолына мынау деген Айгерімнің жігітіне мен әдем сәфір жүреміз үлкен кісі ғой сен айтпақшы ескі мынау мұханныкі да мынау алмасыкі жоқ бұл қуаныштың бұл қуаныштың алып қаламыз ғой іздеп жүрміз жоқ оны алып қаласың ғой енді тойда енді құлағында әйелі айның нағашысы әрдейде бір көйлерге кәдет міне қатының мынандай желеткен бұл сіздер біздің келіннің нағашылары туып осына жанат бағана да шешпесін бе терледіңіз бұл екі кісі құдағайдың келіндері
мындай сумочка косметика естелік ретінде алдық. Екі орын ауыстырып әйгерім саған. Қайтып аламыз. Жастарға арналған. Көпшілікте болады енді. Мынау распродажа үшін. Құдашаларға, құдағы келіндерге ма? Бұл жерде біздің өзіміздің 3 қыз қалған Айнагүл, Жадыра, Әселге тура осыны жерде. Мынан бір кісілер өт. Жоқ, оған ана кісілер сабалап қазір. Енді мына мен өзім жүргізім. Мен абысындарым менен қайынсіңлерім жана қайдасың? Мен жана Қалипанды да қойсың ба? Жоқ, биле салайын. Атылып тұр ғой. Әпкелерді ма? Әпкелерді. Ой, рахмет. Жүрісті болсын. Алтын балам. Aşağı oturunuz da. Hasilde yine şu olmazsa bir almayın diyor. Köşklerge cevap koyunda. Ben ne takasasta bir her gün yine çay içip tutuldu. Oramalda bir kuşkayı yapar. Ama men padışkalarım. Avustraliya'm babam berber aytma. Aygın Avustralya'm. Hadi oğlum. Sağ ol. Gel bakalım. Haydi
Bilemeni farklı oynamış. Oynamış kaldırmasın. Koy koysa birisi.